Құрметті желі қолданушылары, бүгін біз сіздерге Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың негізін қалыптастыратын сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы жөнінде қысқаша мағлұмат бергіміз келіп отыр. Сыбайлас жемқорлық Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл негіздері Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2015-2025 жылдарға арналған стратегиясында белгіленген. Ол стратегия Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен 2004 жылдың 26 желтоқсанында бекітіліп, мемлекет сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі басымдықтарын белгіленген стратегиялық құжат болып табылады. Жалпы стратегияның мақсаты мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының тиімділігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың кез келген көрінісіне мүлдем төзбеушілік ахуалын жасау арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа деңгейін төмендету болып табылады. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағыттау, соның ішінде қоғамда сыбайлас жемқорлық мәдениетті қалыптастыру осы стратегиямыздың мақсаты болып табылады. Бұл стратегияның негізгі нысаналы индикаторлар ретінде, яғни болашақта алға қол жеткізуге бағытталған негізгі индикаторлар ретінде, яғни бұл мемлекеттік қызметтердің сапасы, қоғамның мемлекеттің билік институттарына деген сенімі, халықтың құқықтық мәдениет деңгейі, елдің халықаралық қауымдастықтағы беделін арттыру, яғни нысаналы индикаторлар болып табылады. Сондай-ақ айтып өтетін мәселе, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша еліміз түрлі халықаралық қауымдастықпен осы жемқорлыққа қарсы салада, яғни ынтымақтастық дамытып келеді. Яғни мысалы айтатын болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша халықаралық байланыс, яғни 2018 жылы Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын бекіткен болатын. Сондай Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес торабы мен Transparency International және басқа да халықаралық ұйымдармен байланыс орнатты. Қазақстан Республикасы Европа Советінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы топ құрамына алдағы уақытта кіруді жоспарлап отыр. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлық қылмыс үшін қылмыстық жауапкершілік туралы және сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық құқықтық жауапкершілік туралы конвенцияларға қосылу туралы мәселені алдағы уақытта, яғни осы бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Сондай 2004 жылы 3 ақпанда Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық академиясының мүшесі атанып отыр. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа стратегиясы негізінен еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тұрудағы, яғни іс-қимыл шараларын белгілейтін негізгі стратегиялық құжат болып табылады.